Араларындағы үлкендерің кішідей. Басшыларын қызметшідей болсын. Қайсының жолы үлкен? Дастарханда отырғанның ба? Әлде оған қызмет етушінің бе? Әрине дастарханда отырғанның. Ал мен араларында қызмет етуші іспеттімін. Қиындыққа жолыққан кездерінде менімен бірге болған сендерсіңдер. Әкемнің мені тағайындағанындай, мен де сендерді билік жүргізуге тағайындаймын. Сөйтіп менің патшалығымда дастарханнан ішіп жеп, тақтарыңда отырып Исраилдің 12 руын билейтін боласыңдар. Демек арамызда опасыз жоқ қой. Петр, сақ бол. Бидайды желпіп қауызынан ажыратқанындай, шайтан сендерді сыннан өткізіп, сенімділерді опасыздардан ажыратпақ. Бірақ мен сенімің таусылмасын деп Құдайға сыйындым. Ал сен оның жолына қайтып түскенсің, бауырластарыңның сенімінді қайт. О, қожам, мен сенімен түрмеге де, өлімге де баруға әзірмін. Саған айтам, Петр, таңға тез шақырғанша мені танымаймын деп 3 рет менен танасың. Бәріңді қапшықсыз, дорбасыз жолға жібергенімде сендерге не жетіспеді? Бәрі де жетті. Ал енді кімнің дорбасы мен қапшығы болса, оларды ала жүрсін. Кімнің семсері жоқ болса, шапанын сатып семсер алсын. Пайғамбардың ол қылмыстыға саналды деп алдын ала айтқаны да, мен туралы жазылғанның бәрі де іске асуға тиіс. Міне, 2 қанжар бар, қожам. Жетер енді.